Куба, немесе ресми түрде Куба Республикасы, Латын Америкасындағы Кариб теңізіндегі аралдық мемлекет. Куба, Хувентуд аралдарында және Үлкен Антильдер тобының 1600-ден астам шағын аралдарында орналасқан. Шығыста оны Атлант мұхиты, оңтүстігінде Кариб теңізі жуады. Унитарлық мемлекет социализмнің соңғы тіректерінің бірі. Астанасы және ең үлкен қаласы Гавана. Ресми тілі испан тілі. Куба ауданы 110.860 шаршы километр. Кубалықтар Кубаның негізгі халқы. Жалпы саны 11.451.652 адам, ақш-та 1 миллион адам тұрады. Канадада 10 мың, Испанияда 20 мың сенушілер негізінен католиктер. Протестанттар мен африкалық синкретикалық діндердің жақтаушылары аз кездеседі. Кубада таңғажайып адамдар қауымдастығы пайда болды. Ақ еуропалықтар, негізінен испандар. Африкалық құлдар мен азиялықтардың қара ұрпақтары. Қытай қауымдастығынан шыққан адамдар ұзақ өмір сүрді. Бүгінде кубалықтардың жартысы мулаттар. Кубалықтар өте көпшіл, сөйлейтін және көңілді. Тіл испан, романеск тобының кубалық нұсқасы. Әлем Кубаның бар екендігі туралы 1492 жылы Колумб Кариб теңізінің осы бөлігіне жеткеннен кейін білді. Мұнда тұратын үндістердің испан штурманының келуі жақсы ештеңе әкелмегені анық. 300 жылға жуық уақыт бойы Куба Испанияның заңсыз шикізат қосымшасы болып қала берді. 1898 жылы ақш Испаниямен соғыс бастады. Онда олар жеңіске жетті. Куба ақш-қа тәуелді болды. Конституцияда ақш-тың елге әскер енгізу құқығы көрсетілген. Бұл тармақ 1934 жылы жойылды. 20 ғасырдың 50 жылдарында Кубада Фидель Кастроның алдында қарсыластары болған Фульгенсио Батистаның диктаторлық режимі орнатылды. Нәтижесінде ел шамамен 5,5 жыл бойы революцияның тұңғиығына түсіп, сол Кастро бастаған социалистік мемлекет арқылы одан шықты. Әскери күйреудің салдарын жеңу үшін жергілікті үкімет мұхиттың арғы жағында материалдық қолдау іздей бастады. Нәтижесінде ол КСРО-дан алынды. Айта кету керек, Кеңес одағы мен достық Кубаға салыстырмалы қаржылық тұрақтылықты қалпына келтіруге ғана емес, сонымен бірге күшті көршісі Америка Құрама Штаттарымен қарым-қатынасты бұзуға да көмектесті. Қазіргі жағдайға байланысты Америка бостандық аралына осы күнге дейін жұмыс істейтін сауда эмбаргосын салуға асықты. Негізінен кубалықтар ақш-қа қашып кетті. Өйткені президент Джон Кеннеди Америка Құрама Штаттарының жағалауына кем дегенде бір аяғымен қадам басқан кез келген кубалық автоматты түрде осы елде саяси баспана алу құқығын алады деп мәлімдеді. Қазір тек Майамиде Кубадан 150 шақырым жерде 1,5 миллион кубалықтар тұрады. Олар мұнда кішкентай Кубаны құрды. КСРО ыдырағаннан кейін Куба үлкен экономикалық шығындарға ұшырады. Және сарапшылар Кастро үкіметінің тез құлдырауын болжады. Бірақ 1994 жылға қарай жағдай негізінен тұрақтанды. Және қазіргі уақытта халықаралық ұйымдардың елдің экономикалық жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланды. Кубаны субсидиялаған КСРО құлағаннан кейін Кастро экономиканы реформалау қажеттілігіне тап болды. 1993 жылы кубалықтар заңды түрде ақш долларына ие болды. Экономиканың едәуір бөлігі құдіретті американдық валютаның шабуылына ұшырады. Және көптеген өнеркәсіптік тауарлар мен азық-түлік тек долларға қол жетімді болды. Қазіргі Куба баяу, бірақ сөзсіз Фидельдің тұсында мүлде мүмкін емес болып көрінетін кейбір капиталистік тауарларға жеңілдік жасай бастады. Сонымен қатар, мұнда олар өздерінің мәңгілік жауы ақш-қа қатысты агрессивті емес. Бірнеше жыл бұрын, кем дегенде, мемлекеттік экономиканы нығайту үшін Куба туризмді дамытуға қатысуға тырысты. Бұл оның келбетін түбегейлі өзгертті.
Социализмнің кедей бірақ мақтан тұтатын аралына барғысы келетіндердің саны жыл сайын өсіп келеді. Бұл әрине мемлекеттік өзгерістерге әсер етеді. Кубалықтар аралас шыққан адамдар. Мұнда испандықтар пайда болған кезде Кубаны үндістер тайпалары мекендеді. Бірақ испан отарлауының нәтижесінде үндістер көп жағдайда жойылды. Колонизаторларға көптеген жұмыс қолдары қажет болды. Ең алдымен плантацияларды жұмыс істеу үшін олар орталық Африкадан қолдарды әкеле бастады. Кубаның нәсілдік құрамы туралы мәліметтер қайшылықты. Ресми мәліметтерге сәйкес, Куба халқы ақтардан тұрады, 65,1%. Мулаттар 24,8%. Негрлер 10,1%. 1% қытайлар. Майами университетінің Кубалық зерттеулер институтының мәліметінше, кубалықтардың 68% негрлер мен мулаттар. Халықаралық азшылық құқықтарын қорғау тобы халықтың 51% мулаттар деп мәлімдейді. 1953 жылы ақ халықтың үлесі 84% құрады. Бірақ содан кейін негізінен төңкерістен кейінгі эмиграция нәтижесінде азайды. Куба экономикасы. Бұл ең алдымен қант өндірісі мен туризмге негізделген орталықтандырылған жүйе. Туризм индустриясы қарқынды дамып келеді. Канадалық, испандық, еуропалық корпорациялар Кубаға көп ақша салады. Кубадағы қанттан басқа темекі, кофе, ром, бал, какао өндіріледі. Сонымен қатар цитрус жемістері өсіріледі. Куба фармацевтика және биотехнология саласында әлемдік көшбасшы. Куба экономикасының маңызды салалары құрылыс материалдарын өндіру, балық аулау, никель өндіру. Елде әлемдегі ең үлкен ашық никель қоры бар. Мыс, магний және хром. Елдің тағы бір маңызды табыс көзі кубалық эмигранттар. ақш-тың Флоридада тұратындардың көпшілігі Кубада қалған туыстарына жіберген ақша. Экономиканың артықшылықтары. Туризм саласы шетелдік инвесторларды тартады. Қант пен никель экспорты. Элиталық темекілер. Банк секторы нығайып келеді. Мұнай мұнаралары. Әлсіз жақтары ақш эмбаргасына байланысты маңызды нарықтар мен инвестицияларға қолжетімділіктің болмауы. Валютаның өткір тапшылығы. Қант пен никельдің әлемдік бағасының ауытқуы. Күрделі сауда шектеулері инвестицияларға кедергі келтіреді. Нашар инфрақұрылым. Отын, тыңайтқыш және қосалқы бөлшектер тапшылығы. 1960 жылға дейін Куба Кариб теңізіндегі ең экономикалық табысты аймақ болды. 1960 жылғы төңкерістен кейінгі кезеңде ақш үкіметі белгіленген экономикалық бойкот, ақш пен экономикалық байланыстардың үзілуі Кубаның экономикалық дамуына үлкен зиян келтірді. Кубаның революциялық армиясы негізінен құрлықта соғысуға арналған Кубаның революциялық қарулы күштерінің бірі. Олардың құрылымы, құрамы, қару-жарақтары Куба революциялық армиясының миссиялары мен міндеттеріне реттеледі. Елдің конституциясына сәйкес Куба республикасының президенті жоғарғы бас қолбасшы болып табылады және қарулы күштердің құрылымының анықтайды. Куба армиясы бас қолбасшы Мигель Диас-Канельдің және қорғаныс министрі Альваро Лопес Миераның басшылығымен. Кубаның дипломатиялық күш-жігері негізгі сауда серіктестерімен атап айтқанда Қытай мен Венесуэламен байланысты тереңдетуге бағытталған. Куба сонымен бірге Вьетнам және Солтүстік Кореямен тығыз байланыс орнатуға тырысады. Кубаның Қытаймен және Венесуэламен сауда байланыстары өсіп келе жатқандықтан, Куба ақш-тың Кубаға эмбаргасын ашық сынға алған. Бірақ адам құқықтары мен Кубада демократияның жоқтығын сынға алған Еуропалық одақпен берік сауда қатынастарын орнатуға қызығушылықтың төмендегенін көрсете бастады. Осыған қарамастан, Куба ЕО-ға мүше жекеленген елдермен қарым-қатынасты дамытуда жалғастыруда.